Әсеткүл Ешенбекқызы, сізді жаңа психоаналитик деп таныстырдым ғой көпшілікке. Психоаналитиктің негізгі міндеті науқасқа оның ішкі дүниетанымын зерттеуге көмектесу емес пе? Иә. Жаңа өзіңіздің әріптестеріңіз айтқандай, ағзада кездесетін ауру адамның психологиясына байланысты ма осы? Енді мына психоаналитика дегеніміздің өзі әртүрлі саладан әртүрлі жағдайда кездесетін мамандық иесі. Жалпы ауруға бөлек болады психология, жаңағы психоаналитика жасау. Тіптен жұмыстарда да, бизнестерде де кездесіп жатады оның барлығы. Сондықтан психоаналитиканы мен енді жаңағы бақылап, халықпен жұмыс жасап келе жатқаныма 31 жыл болыпты. 30 жылдан асқан екен ғой. 30 жылдан асқан уақыт болды, иә. Енді психоаналитика дегеніміз не? Психоаналитика дегеніміз адамдардың мысалы бетіне қарап отырып, оның қаншалықты эмоцияда отыр, қаншалықты ішіне бүгіп қалған дүниесі бар, айта алмай қалған дүниесі бар, тіптен ауруын жасыратын адамдарды мен көп кездестірдім. Сондай жағдайда психоаналитика өте керек болады. Енді ауруға жан-жақты қараған дұрыс деп есептеймін. Өйткені тамырымен ұстау, дәрігерлік жаңағы диагноз қою, одан бөлек психоаналитикада өте керек. Енді қазіргі таңда психоаналитикадан бөлек тағы да басқа да жолдары табылып жатыр, оны артынан айтатын боламыз. Иә, бұл туралы толығырақ әлі тоқталамыз. Иә. Мен жаңа айттым ғой, мынау сіздің әріптестеріңіз, арнайы мамандар, мына жүректің шаншуы мысалы, көңілдің жарақаты дейді. Өте дұрыс айтады. Өте дұрыс. Ал өт жолдарының ауруы көп жағдайда өткенге өкініштен туындайды дейді. Уайым ғой барлығы. Айналып келгенде уайым. Асқазанның ауруы ашулану мен уайымды білдіреді дейді. Иә, уайым. Ол да асқазанның кәдімгі жара болуы, асқазанның ішіне аурудың түсуі, мына ұйқы безі ауруы, барлығы өттің толуы, әсіресе барлығын топтап келгенде уайымнан, мынандай көп ойлағандықтан пайда болатын аурулардың түрі бұлар. Енді мына аяқтағы варикозды біз негізі ауыр көтергеннен деп ойлаймыз ғой кейде. Жоқ, тамырлардың жаңағы байлануы деген сияқты. Мұнда шамадан тыс жүк артқанда сыр беруі мүмкін дейді. Ол тек қана шамадан тыс жүк артқанда емес, қанның былғанғанынан да болады. Қанның қоюланғанынан болады, қанның дұрыс жүрмегенінен болады, токсиндерден былайынша айтқанда улы зиянкесті қанға өткендіктен болады көбінесе. Содан анау қан қоюланып жүрмей, білем болып қалатыны сондықтан. Көбінесе токсиннен болады бұл. Жөтелді енді біз суық тигеннен дейміз ғой. Тұмаудың асқынған түрі, немесе суық тигеннен деп. Бұл айтқын келген нәрсені ұят болады, немесе құпияда сақтау мақсатында жасырып қалу, эмоцияны бөліспеу, сөзбен шығармаудың белгісіне саяды дейді. Ал енді жөтел дейтін болатын болсақ, өкпе ғой бұл. Қараңызшы. Өкпе реніштен пайда болатын, жасырып ішінде ұстап қалу, өкпеңді кептіріп ұстап қалу, мысалы қазақта айтқан, мысалы неменеге өкпең кеуіп отыр сонша деген сөз бар, соның барлығы мына өкпеден туындайтын аурулар бұлар. Рас ол да. Енді қазір екінің бірінде бас ауруы бар. Бастың айналуы, бас ауруы деп айтады ғой, басым ауырып тұр деп. Тіпті осы эфирден шыққаннан кейін де басымыз қазандай болып, кәдімгі ауырып тұрғандай сезіледі. Ауырсынып шығамыз. Мұның бәрі іштей бір нәрсені қабылдамаудың белгісі депті. Енді бас аурудың, бұның көп жағдайда бас аурудың ауыратын жолдары бар. Ауыратын жолдары деген бас ауруы жаңағы сіз айтқанда ол да рас, бірақ бас ауырған ішкі құрылыстан да бас ауырады. Өтің толып кетсе де ауырады. Тамақты жақсы сіңбей қалса да ауырады. Дұрыс тамақтанбасаң да ауырады. Ұйқың шала болса да басың қазандай болып жүреді. Сондай нәрселер өте көп кездеседі. Бас аурудың мына остеохондроз дейміз, ол ауруда өте мына бастың әсіресе мойын менен бастың екеуінің қосылған омыртқаның, мойын омыртқа деп айтады. Қазақша кәдімгі атлант дейміз ғой. Сол жерлердің кәдімгі түрлі жарақат алуынан да болады. Түрлі қимылдардан қисайып қалуы, одан да бас ауруы болады. Кейде тіпті тұз жиналғаннан да миға оттегі бармайды деп айтады. Әрине, энергия жүрмейді ғой ол. Кислородный голодание дейміз, соның барлығы жаңағы ауа жетпегендіктен, нерв жүйке жүйелері дұрыс істемегендіктен ауырады. Енді бүгінгі қоғамда психологтар мен психоаналитиктер көмегіне жүгінетіндердің саны артып келеді. Ол рас қой? Ол рас. Бұрын ғой психологқа қаралу керек десе, мен ауру емес, енді псих емеспін дейді ғой. Бәрі басым, миым бәрі жұмыс жасап тұр деп ат-тонын алып қашатын еді. Бүгін өздері, өзіміз деп баратын болдық. Бүгінгі таңда, мысалы, көп жағдайда Гүлбану Алпамысқызы көп жағдайда психологқа көп жүгінеді. Бірақ
психолог оның үйіндегі жағдайды, оның өміріндегі жағдайды біле бермейді ғой. Ол кітаптағы бойынша айтады, психолог дегеніміз. Сондықтан көп адамдар тіптен психологқа барып адасып жатады. Жасыратыны жоқ. Қазір түртіп кетсең психолог болып кетті, барлығы түсінбейсің. Бұрынғы кезде психолог дейтін анда-мында бір барып жаңағы болушы еді. Қазір екінің бірі психологта көп жастар адасып жатады. Оқығанда, оқымағанда. Сол айтып отырғаным сол ғой. Оқығанда бар, оқымағанда бар. Кәдімгі ақша табудың жеңіл жолдарын тауып алғандар да өте көп. Сондықтан ол тек қана психология менен адамның ауруын дұрыстайды деп айта алмаймын. Қазіргі таңда мен мысалы 30 жылдан аса уақыттан бері әр заманауи заманға сәйкес жаңағы жүретін адаммын, оқуды соған қарата кеңейтетін адаммын. Мен мысалы Қуат шығыс медицинасында мысалы психосоматика дейді. Мына негімен түпкі санаңменен жұмыс істеу. Осы мысалы ауруларды айтатын болсақ, психология сенің ауруың түгел жазбайды. Психосоматика дегеніміз кәдімгі түп санада жастайынан қалған қорқыныштар болады, өмірде қиыншылықтар болады, әкеден, анадан, болмаса басқа біреуден қатты жаңағы қиыншылық көргендер адамдар болады. Сондай жағдайда мына түпкі санаңмен емделу деген болады. Қазіргі таңда мысалы мен сол түпкі сананы қостым. Бізде Қуат шығыс орталығында мысалы жігіт отырық, жаңағы Америкадан оқып және үлкен жаңағы гипноз десе қорқамыз біздер. Ол гипноз деген түпкі санамен емдеудің өзі гипноз. Сізді түпкі санаға түсірудің өзі гипнозбен болады. Бізде бір кезде енді дұрыс сауаттылығымыздың жоқтығынан гипноз істейтіндерден қорқып қалғанбыз мысалы. Жоқ, ол түпкі санадағы нәрсенің барлығын жаңағы дұрыстап емдейтін. Мен мысалы жаңағы Майамиде жұмыс жасап, сол Америкада жұмыс жасап келді жанымдағы жігіт. Ол жаңағы түпкі санаға кірген кезде кәдімгі үлкен имам, бір мешіттің имам емес, кәдімгі 50 мешіттің басшысы, оқыған ұстаз адам, сол еңіреп тұрып жылап шыққанда жаңағы мен таң қалдым. Еңіреп тұрып жылап шықты. Өйткені сол бұрынғы кездегі нәрселерді көріп, өзі жаңағы солардың бәрінен шығу жолын өзі жасайды сол жерде. Өзің түпкі санаңа кірген кезде соны шығарады екен барлығын. Шығарған кезде сол жігіт мысалы еңіреп жылап шыққан. Менің өзім көзім көрген, әсіресе өзім таңғалған дүнием тағы да екінші адам болды. Жасы 60-қа келіп қалған, жолдасы қайтыс болып кеткен. Қайтыс болып кеткеннен кейін жаңадан жаңағы үйленген ғой, енді үлкен кісілерді үйлендіреді ғой енді балалары. Өзінің несін міндетін орындау үшін. Жалғыз қалмасын үлкейгенде деп. Сонда сол кісінің жылай беретін, жаңағы 60-тан асқан кісінің бетіңе қарап деп жылағанда прямо не қылып аяп кетесің. Тегі аяп кетесің. Сол кісінің жаңағы 1 жылдай болған үйленгеніне әйел алып, әйелге қарамақ түгіл өз басымен қайғы болып кеткен. Балалары қайғыланып айналасында жүріп, балаларының бәрі білімді, оқыған, шетінен ұстаздар. Сол алып келді. Сол кісіні жаңағы 1 айдың төңірегінде жаңағы ұйқысыз қалған, 1 жылдан аса ұйқысыз қалған кісіні 1 айдың төңірегінде ұйықтауға келді. Және кеткеннен кейін 2-ші айда рахметін айтып, тіптен жаңағы жазбасын жіберді бізге. Сондайларды көзім көріп, мына психосоматика деген бұл үлкен кәдімгі түпкі санаңменен жұмыс жасау деген үлкен аурудан шығаратын жол екен. Соңғы жылдары жиі шағымданып келетіндер бар ма сонда? Өте көп. Соңғы жылдары қазір аурудың түрі көбейді, Гүлбану Алпамысқызы. Мысалы, мен осы 30 жылдан аса уақытта бір жылдары сахар диабет, жаңа қант ауруы, бір жылдары тас аурулары әр жеріңде көбейіп кетті. Сондай неше түрлі ауруды. Енді қазіргі таңда қорқыныш және жаңағыдай ұйықтамау, әбігерленіп, күйгелектену, сондай аурулар өте көбейіп кетті. Сондықтан тар жерден әсіресе қорқатындар, клаустрофобия дейміз ғой. Сондай аурулар қазіргі таңда өте көбейіп кетті. Оған себепкер болған нәрсе тағы да жер сілкінісі бар, тағы да мына өмірдің тауқыметінің қиындығы бар. Одан кейін мына жаңағы жетіспеушілік, отбасылық аразылық, балаларынан қиыншылық көру, соның барлығы осы таңда қазір көбейіп кетті. Соған әсіресе түп санамен емдеу өте дұрыс екен. Бірақ түп санамен емдеу дегенде мен емдеймін, қатырам дегеннің бәрінде емес, жаңағы білікті маманға барған дұрыс екен.
мен өзім көріп қазір таң қалдым сол жағдайға. Және жолы бар екен-ау деп ойлап, сондай өзімнің жаңағы емдеу орталығымнан соны да ашып қойдым. Аршагүл есімді тыңдаушымыз былайша жазды: осы тақырыпты көтергендеріңіз үшін сіздерге рахмет дейді. Рахмет сіздерге де хабарласқандарыңыз үшін. Мені жас күнімде алып қашты. Енді оңтүстікке тән ғой. Алып қашу, содан бақытты болып өмір сүріп кететіндер де бар. Бірақ мен көнбей қайтып кеттім. Бірақ енді менде фобия бар. Жігіттерден қорқамын дейді. Ол өте дұрыс нәрсе, Аршагүл айналайын. Соны сен мына түпкі санаңмен тазалау керек болады. Сол түпкі санаңда сол нәрсені алып тастау керек болады. Мен тағы да түпкі санаға бір өте күрделі ауруларды түпкі санамен жазғанын көрдім. Дәріге жүгініп кеткен, енді дәріге жүгінбе деп ешкімге айта алмаймын мен, дәріден қаш деп айта алмаймын, бірақ дәріні ішудің де жөні бар. Әсіресе біздің елде қазіргі таңда маған мысалы жазбаша жаңағы хабарлама жібереді ғой. Мен мынандай ауру едім, қандай дәрі ішсем болады деп сұрайды. Сонда мен таңғаламын, Гүлбану. Өйткені біз дәріге соншалықты берілгенбіз, және біздің дәріханаларда дәрі жаңағы емін еркін сатылады ғой. Шетелдерде мысалы кішкентай дәріні ішу үшін қаншама дәрігердің алдынан өтесің. Ол рұқсат берсе саған аламыз. Біздер аламыз да тіптен дәрігерге де бармаймыз. Жаңағы аламыз да өзіміз дәріні жұмсай береміз. Қазір ғаламтор деген жақсы болды ғой бізге. Ғаламтор деген жақсы болды бір жаға. Екінші дәрігер. Содан кейін мен тағы да айтатын нәрсе, көп кісілер келеді да, бізде жалқаулық деген бар, және сауатсыздық деген бар. Сауатсыздық деп әркімнің шамына тимеймін, бірақ дегенмен емделу бағытында сауатсыздықтар көп кездеседі. Ол айтқан себебім, мысалы дәрігерге барды. Дәрігер түгіл маған келді дейік, маған келгенде жаңағы емді беретін болсам, ол табан астында жазылып кету керек. Қалай ол жазылады? Бәлен ауырған, аурудан шығу деген болады, мысалы. Жара шықса да орнына тыртық қалады ғой ең ақыры. Сондай уақыт керек болады. Сөйтеді, кім жаман? Дәрігер жаман. Өзіміз жарты жолда қалдырамыз, а дәрігерді біз кінәлаймыз. Мен таңғалам кейбіреулер. Біздің елде дейді, біздің ауылда, болмаса біздің облыста дәрігерлер түк білмейді деп айтады. Мен соған шамданамын. Ол дәрігер білінбай жылы оқып, соның майын жаңағы майын тамызып тұрып шығарған жоқ па? Сондықтан ол дәрігерден емес, біз өзімізден көруіміз керек. Әсіресе әркімнің денсаулығы өзіне керек. Тіптен дәрігер дәріні жазып берген күнде, дәрігер басқа күнде біздің организміміз дәрігердің айтқандай болмайтын жағдайда болады. Сондықтан дәрігер айтты, сіз қосымша логикаңызды қосыңыз, өзіңіздің денсаулығыңызға байланысты, сонда ғана адам жаңағы өте жақсы болып шығады. Ал Аршагүлге мен тек қана жаңа түпкі санаменен сол кездегі қорқынышты шығару керек деп айтамын. Тағы да Бақтияр есімді тыңдаушымыз: мен жоғарыға шығуға, ұшақпен ұшуға қорқамын. Бұл да осы дәрігер айтып отырғандай түпкі санаға байланысты ма деген сұрағын жолдайды. Кім деген деді? Бақтияр. Бақтиярға айтқым келеді. Ол ұшаққа ұшу, мысалы пойыздың қазір тальга пойыздары бар ғой, соған кіру, лифтте қалу өте қазір көп кездесетін жағдай. Ол көбінесе қорқыныш қайдан болады? Тек қана біз ойлаймыз, біздің басымызда ғана қорқыныш деп. Жоқ, адамның организмі қорқынышта келеді. Мысалы бүйрек аурулары көп кездесетін болса, ол қорқынышқа апарады. Менің тәжірибелік жолымда соны көрдім. Бүйрек ауруы қорқынышқа апарады. Жаңағы түпкі санамен емдейтін жігіт бар деп отырмын ғой. Жаңағы Медетханұлы Қуат деген, сол жаңағы әбден қарап, әсіресе бүйректен біздің оққан жерімізде сол мана қорқыныш бүйректен пайда болады деп айтты. Естімеген елде көп. Естімеген елде көп. Шын мәнінде бүйрегін жақсылап тексерсе, сол қорқыныш шығып тұрады. Тағы бір әріптесіңіз: біздің басты қаруымыз сөйлесу және бақылау. Алдымызға келген науқасқа сырқатының қашан қалай пайда болғаны, оған дейінгі және кейінгі көңіл күйі, эмоциялық жағдайлары, сырқатының қандай сезімдермен байланысты тудыратыны туралы сұрақтар қойып, жалпы көрінісін анықтаймыз деп. Енді бірақ ойын ашып айтатын да адам бар, тұйық сөйлемейтін де адам болады. Бұл әдістердің көмектеспейтін кезі болып қала ма? Мысалы мен өзім шығыс медицинасын Бейжіңнен оқыдым ғой, жаңағы институттан.
сол кезде шығыс мәселесінде біздің тегі шығыс мәселесі біздің қазақтарды ішіне қосып қоюға тегі бірден болады. Біздің қазағымыздан артық білімді адам жоқ. Жаңағы адамның бетіне қараймыз. Келген кезде мен өз басым адамның бетіне қараймын, мимикасы қандай болып тұр. Және алдымен сұрау деп айтады. Алдымен, кәнекей неге келдіңіз деп сұраймыз. Қандай жағдаймен келдіңіз деп сұраймыз. Сол кезде адамның аурасы түседі оған. Соның кейін барып тамырыстау дейді. Тамырыстап, жаңағы бетіне қарап айтып беруге болады. Ал бұл жағдайдың кейде жұмыс істемейтін жағдайы өте жақсы айттың, Гүлбану. Жаңағы жұмыс істемейтін жағдайы кейбіреу отырады. Сен бәлен жыл адам емдепсің, тамыр айтыпсың, кәнекей білет дейді ғой, айтшы деп айтып отырады. Мен айтпаймын, өзің айтып бер дейді. Өзің айтып бер дейді. Ондай жағдай болмайды. Қандай да болмасын, адамның бір-біріне психологиясы тура келіп тұру керек. Сонда ғана түгел ашылып шығады. Бізде тәкаппарлық көп. Эго дейміз ғой. Әркім эгосын көрсетіп отырады. Кейбір жағдайда мен әйелдерге айтамын, айналайындар, сендер үйде президентсіңдер, отбасыңда президентсің, білемін. Үйді осы қолға алып басқарып үйренгенсіңдер. Ал маған келгенде сен президент емессің, сен маған бағынышты болып келіп отырсың. Сондықтан мен сенің ауруыңды түгел қарау үшін сен өзің дұрыс отыруың керек, түп санаң дұрыс болу керек, ойың дұрыс болу керек деймін. Осыған байланысты былай депті да, егер де соны айтпай іште тұншықтыратын болса, ішкі әлемде қалып қойса, жара сияқты тәніңіздің әлсіз тұсынан тесіп шығады дейді. Ол рас, ол өте рас. Менің алдыма келген адамдар жаңағы ішінен тұйық адамдар да болады. Бірақ жаңағыны тығылып айта алмай, көзінен неғылып отырады да, тығылып айта алмай отырады. Соның барлығын ол да менің өзім тәжірибемді қосуға тура келеді. Сол жағдайда қосқан кезде жаңа еңіреп тұрып жылайды. Еңіреп тұрып жылап, ішіндегісін түгел айтып, бір босап қалады. Ондай жағдайлар менде көп кездеседі. Мен мысалы Америкада Амма деген бір нені көрдім. Не деп айтарымды да білмеймін. Интернеттен көрсеңіздер болады. Амма деген. Бүткіл Америка мысалы ғылымы үлкейген жер ғой. Бүткіл бизнесмендері, үлкен адамдары барып Амманы тек қана беріп құшақтайды екен. Құшақтайды. Амма бүткіл жаңағы бір үлкен жаңағы мекеменің ішінде, жаңағы кәдімгі біздің дворец сияқтының ішінде бір конфет, екі конфет беріп жібереді. Не құдірет сонда? Міне, не құдірет деңіз. Сонда сіздің оған жаңағы бар дүниеңізбен берілу, ананың күлімдеген күлкісімен сіз емделу деген сөз. Көрдіңіздер ме? Ал біз ол табынғандық емес, ол емделуге керекті дүние. Шын мәнінде сонда біреулер құшақтаған кезде еңіреп тұрып жылап жатқанын көрдім. Мен әдейі бақыладым, жақынырақ отырып. Сонда біреу құшақтап еңіреп жылайды, біреу шыққанда деп жатыр жаңа американдықтар. Сонда мен таң қалдым. Ол өзі Индияның адамы. Америкаға келген кезде сондай жағдайларды көрдім. Сондықтан адамның алдына келген кезде емделем деп бару керек. Мына қазақта өзімнің қазағымның сөзін қосып қояйын амаға. Қазақта сөз бар. Мына шын ниетпен келетін болсаң, қасықсыз қара су да ем болады деген сөз бар. Ол шын мәнінде рас. Бүгінгі күні бұзық деп айтуға келмейтін шығар, енді тым күйгелек, бір орында тыным таппайтын гиперактивті деп айтады ғой, балалар өте көп болып кетті. Бұл неге байланысты? Заманына қарай ма, жоқ әлде басқа да себептер бар ма? Жоқ, заманына қарай емес. Мысалы, ол іште жатқанда анасы телефонды көп қарайды. Телефонды көп қарайды анасы, Біз телефонсыз бір жерге шықсаң, барлығы бірімен бірі ісі жоқ қой. Телефонменен бәрі шұқыланып отырады. Ол көп қараудың өзі балаға зиян екенін анасы түсіну керек. Бұл іште жатқанда, ана қазақ айтады ғой, бесіктен, тәлім тәрбие бесіктен деп айтады ғой. Тәрбие тал бесіктен. Тәрбие тал бесіктен дегендей, сол іште жатқанда баланың жағдайын жасау керек. Мен көбінесе екі жаңағы жүкті әйелдер келгенде, екі қабат жүкті әйелдер келгенде далаға демалыңыздар, көп сотканы ұстамаңыздар, телефонды ұстамаңыздар деп айтып жатамын. Енді ары қарта мен көрдім біреулерді, баяғыда бесік жырын айтатын болсақ, телефонды қойып қояды, телефонға неше түрлі музыканы қойып қояды. Ана бала соны тыңлап жатады. О бала түсініп жатыр дейсіз бе? Құлағына барған дыбыстан миына сигнал барып жатыр, былайынша айтқанда. Күш түсіп жатыр. Иә, күш түсіп жатыр оның миына. Одан кейін, өскеннен кейін, 1,5 жасар бала ана телефон берсең тып-тыныш болып қалады айналайын. 1,5 емес, қазір 6-8 айлық балалардың өзі телефонды 1 жасар енді жаңағы телефонды көрсең тып-тыныш болып қалады. Мінекей бұның әсері жаңағы өзіңіз айтқандай көбінесе мына логопедке апарып жатады,
сөйлемейді. Ол неге сөйлемейді? Біз басты улап жатырмыз. Оның таза өмірге келген әдемі басын улап жатырмыз. Сондықтан оның қан айналысымы бұзылады, оның жүйке жүйесі бұзылады, нерв талшықтары бұзылады. Содан кейін барады да ол күйгелектік пайда болады. Тіптен телефонды қолына бермей жатсаң, осы тапырлатып, жерге жата қалып жылаған балалар да бар. Бұл мәселені жақсы айтып өттіңіз. Расында да қазір 6-7 жастағы баланың тілі шықпай логопедке тасығандарды көп кездестіреміз. Сақау балалар көп қазір. Әріптерге тілі келмейтін. Кеш шығатын тілі, кеш шығатын балалар көп және. Осыған байланысты бір оқығаным бар еді. Сіздің әріптестеріңіз айтады, ата-әжесі тәрбиелеген баланың ең алдымен тілі тез шығады. Өйткені ата мен әже баламен үлкен адамша сөйлеседі. Сол себепті әже тәрбиелеген бала сөздің қадірін біледі дейді. Енді бұл сөзінде жаны бар сияқты, мен де бауырларыммен бірге әжемнің тәрбиесінде өстік. Енді сізге өтірік өзіме шын, анам айтады, мен 9 айымда тілім шыққан деп. Ең алғаш ақ көке деп сөзден бастаптым да, содан сөйлеп кетіппін. Қандай тектілік бұл? Қандай тектілік, қазағымның тектілігі? Мысалы, ол баланы сол туралы айтқым келді, сіз сұрақ берер ме екен, бермес пе екен деп ойлап отыр едім, енді алдыңызды жаңағы торымайын деп. Әжелер, әрине, әжелер бала бағу үшін пайда болған жоқ, бірақ біздің қазақтың дәстүрінде, қазақтың қанында бар. Әжелер ана өзінен өрбіген тұқымға мәз болып, солардың әйтеуір дұрыс өсті екен деп ата әженің жаңағы көп еңбегі түсетін. Ал енді әжелер баққан бала аяғына тербетеді, бесікке тербетеді, неше түрлі қазақтың өлеңдерін айтып, кәдімгі жаңа бесік жырын айтпаса да, бесік жырын айтқандар білетіндер айтады, білмейтіндер қазақтың неше түрлі әндерін айтып, неше түрлі сөздерін айтып, жаңағы басын әдемілеп, әдемі артық мынандай магнит жоқ, артық нәрсеменен жаңағы баланы жұбатады. Ол балаларда тілде тез шыққан, бұрынғы кезде бір 6-7 кезінде тілі шыққан тіптен, сондайлар көп. Ал қазір тіптен күлкінің өзін ерте бастайды. Бұрын күлген бала 3 айдан кейін күлетін. Жаңа гиперактивный бала ғана сол 2,5 айда күлетін, әйтпесе 3 ай, 3,5 айда күлетін. Қазіргі бала 1 айдан кейін ыржың-ыржың етіп күледі. Ол неге? Сол біздің жаңағы ғаламторды, телефонды таста деп ешкім айта алмаймын. Ал бірақ әр нәрсенің өз орны бар. Сондықтан ол өйтіп тәрбиелеген балалар өте ақылды болады, байсалды болады өте. Содан кейін мынандай өте сөзге де жүйрік болады балалар. Бұл ғаламтордың да өзіндік бір пайдасы бар. Пайдасы бар. Қазіргі сіз айтып отырған әңгімеге орай, осы ғаламторда мына бір материалды оқыған едім. Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы, біріншіден бесік жырын айтатын келіндердің азайып бара жатқанынан қорқамын. Екіншіден немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбейіп бара жатқанынан қорқамын. Үшіншіден дәстүрімізді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын депті. Расында да бесік жырын естіп, ертегі тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп өспеген баланың көкірек көзі, енді ұлы сөздің ойы болады ғой. Соны білмей өскен баланың көкірек көзі көр болады. Рас, енді ол өте рас. Ол балаларда қазір мысалы тіл шықпау бір, мінезі өзгеріп кеткен балалар, осы күйгелек, шыдамсыз, содан кейін мынандай ойына сақтау қабілеті төмен болады. Сақтау қабілеті төмен болады. Мысалы балалар дефектімен туатын балалар болады. Дефектісіз де жаңағы дефектіге жатпайтын да туатын балалар болады. Өте қиналған кезде, анасы қиналған кезде сондай кішкене нерв жүйке жүйесіне әсер еткен балалар болады. Болмаса іште жатқанда суы көп, суы аз болған, кіндігіне оралып қалған балалар болады. Соларда міне өсу қабілеті қиындау болады. Оның кейін шыққаннан кейін оны біз телефондағы жаңағы неше түрлі нәрселерді балаға кішкентайынан беретін болсақ, ол баланың даму құдіреті төмен болады. Бетіне қарап тұрсаң, кейбір балаларға телефонды ұстап отырғанда қарасаң, сені тыңламайды да, естімейді. Ал енді бұл телефоннан қаш, ғаламтордан қаш деген нәрсе емес, әр нәрсесі орнымен болу керек. Тіптен мысалы өздеріміз телефонға көп отыратын болатын болсақ, басымыз қазандай болып, жаңағы басымыз дыңылдап, дуылдап, таза ауа жұтып, беті қолымызды жумайынша орнына келмейді. Ұйқысыз қаласың ғой? Ұйқысыз қаласың. Содан кейін түнде отырамызда, жатамызда біз телефонды жанымызға қойып жатамыз. Оның барлығы жаңағы басқа көп әсер етеді. Біздің мысалы жаңағы ауруларымыздың өзі одан гөрі таза ауада серуендеп, таза ауада көп жүріп,
содан кейін су ішіп, ертеңгісін су ішіп, таза ауада жүріп, неше түрлі мен мысалы өзімнің YouTube каналдарымда мысалы неше түрлі ем тәсілдерін жазып жатамын. Үй жағдайында болса екен, сол халқым, еліме сол жағдайды, үй жағдайда істесін. Қолжетімді ем тәсіл. Қолжетімді, ауырмауға себепкер. Біздің өзіміздің Алла тағала көз берді, мұрын берді, ауыз берді, сөйлесін деп, жүрсін деп аяқ берді. Бізді берген, Алланың берген аманаты ғой бізге. Сол мына денемізді әдемі ұстау, денемізді ауыртпау біздің қолымыздағы нәрсе. Сондықтан көбірек жүріп, көбірек су ішіп, тіптен жатарда далаға серуендеп, миымызды демалсақ, біз сау боламыз. Қазір екінің бірі тағы да айта кететін сөзіңізге кешіріңіз, енді айта кетуге тура келеді. Екінің бірі тізесін кесіп тастап, қазір жаңағы ана жасанды бұрын үлкен кісілерде, ересектерде дейтін еді, қазір жастардың өзі осыған баратын болды. Жастардың өзіне соға дейін келді. Ол неге біз тіземіз кесіліп жатыр? Неге біз эндопротез салып жатырмыз? Оның барлығы біздің көп жүрмеуімізден. Мысалы бұрынғы кісілерде тізені кесу деген жоқ еді ғой. Ол сиыр сауады, ол бие сауады, отыра қалады да, тізерлеп тұра қалады да, жерге отырады, жерге тұрады. Яғни қимыл қозғалыстың аздығы болып отыр. Қазір бізде барлығы қолжетімді. Өзімізді өзіміз күтуге өте жолдар көп. Мына сұрақты қойып үлгерейін. Қазір 2 күннің бірінде зорлық, зомбылық туралы еститін болдық. Күні кеше әлеуметтік желіден 14-15 жастағы 2 қыз балаға қорлық көрсеткен туралы жарыса жазып жатыр. Жалпы адам неліктен осындай жауыздыққа барады? Тіпті туған әкесінен зәбір көрген қызды естіп, жағамызды ұстап отырмыз. Қазіргі таңда өте көп, мүмкін бұрын болса да болған шығар, бірақ интернет желісі болмады, сондықтан оны біле бермеген шығармыз. Қазіргі таңда өте көп, өйткені біз сол тағы да ғаламторға тірелеміз. Ғаламтордың жаман жағын көреміз. Ғаламтордан жақсы жағын үйреніп, жақсы жағын оқып, білім алудың орнына біз жаман жағын көреміз. Ана жаман жағын көреміз де соған миымыз кетіп қалады. Ми кетіп қалады. Ол сау адам, психикасы дұрыс емес адам істейді оны. Психикасы дұрыс адам ешқашан ондайға бармайды. Немесе өзі бала көзінде сондай теперіш көрген адамнан шығады деп ойлаймайсыз? Одан да шығады. Бірақ өте қатты теперіш көрген адам ақыл ойы дұрыс болатын болса, оған бармайды. Қайта ол жақсы жағына қарата жүреді. Әсіресе оның жүйке жүйесі бұзылған, психикасы бұзылған деп айтар едім. Әсет Шенбек қызы, ендігі мәселе түс көру. Осы белгілі психолог, психоаналитик Зигмунд Фрейдтің түсінігі бойынша адамның түс көруі өңінде орындалмай қалған қажеттіліктердің орындалуы депті. Енді түс көру деген бұл тура өзіңіздің болатыныңызды көрсетеді, егер түсті жори білсеңіз. Мысалы, мен басқаға бармай қойым, өзім анам 90-ға келіп қайтыс болды. Сонда менің үлкен немересі Елдос деген қызметті істеді. Апа, бізде енді біздің жақта апа деп айтады ғой. Апа, түс көріп беріңізші, мынау бола ма болмай ма десе, бір күннен кейін, 2 күннен кейін түсін алып, мынау болады, мынау болмайды дейді. Сондықтан оның бәрі рас нәрсе. Түсті бірақ жақсыға жору керек. Жақсыға жору керек. Әсет Шенбек қызы, келелі кеңестеріңіз үшін рахмет. Аманшылықта кездесейік. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.